пайдаға толы жыл. Тамыры терең тарихымызды зерделеп, оны ел арасына насихаттау біздің басты міндеттеріміздің бірі. Сонымен биылғы жылдың басты мерекелерін атап айтатын болса. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл. Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл. Ұлы Абайдың 175 жылдығы. Алтын Орданың 750 жылдығы. Әл-Фараби бабамызға 1150 жыл. Сонымен қатар үстіміздегі жылда президентіміз еріктілер, яғни волонтерлар жылы деп жариялаған болатын. Олай болса, ұлт болып ұлықтар мерекелерге толы жылға арналған Арай халықтық мәдени үгіт тобы. Басты міндет тарихта құрмет атты қойылыммен сіздердің алдарыңызда. Сесің еске, жидемді желмен жуған жер, ертеме кеш пе, жетемін саған туған жер. Әрекетшіл ақыл парасат, адамда алдымен жанның түйсіктенуші бөлігі қалыптасып, кейін онда түйсікпен байланысты болатын жанның талпынушы бөлігі дамып, және ниетпен жүйелену қалыптасқаннан кейін ғана адамға әлгі білімдерді және ақылмен пайымдалатын мәндерді береді. Бұл білімдер әуелгі білімдер мен әуелгі ақылмен пайымдалатын мәндер. Ал музыка асқақтардың арнын басатындығы, кемеліне келмегендерді кемелдендіретіндігі, және өз шамасын білетіндерді өз дәрежесінде сақтайтындығы жағынан алғанда өте пайдалы болып табылады. Ол денсаулық үшін де пайдалы. Өйткені тән ауырғанда жан да ауырады. Тән азап шеккенде жан да күйзеледі. Сондықтан жағымды дыбыс көңілді көтеріп, жанды жадыратып, субстанцияға лайықты күш тудырып, тәнді кеселден ауыртады. Кешір мені туған жер, сен артқа тастадым. Кешір мені туған ел, жолда алысқа бастадым. Кешір ұлыс ұрпағым, байлық даңқ таппадым. Кешір ар-ожданым, білім болды баққаным. Сөз айтайын батырып, жау шапса егер ақырып, қаламыз ажалға шатылып, шатылған соң ажалға, бізді адам деп санар ма? Жауға бұдан болмаймыз, жауға құлда болмаймыз, жауға күнде болмаймыз. Қолға алмас қылышап, жаудан елді қорғаймыз. Көш аламыз тәңірден, безе алмаймыз өмірден. Біздің батыр бабалар талай жауды сұлатқан. Көш аламыз таулардан, көш аламыз бұлақтан. Көш аламыз көлдерден, атамекен жерлерден. Көш аламыз орманнан, киелі мынау жолдардан. Көш аламыз теңізден, халқын сумен емізген. Екпіндеп келген дұшпанға жерімізді бермейміз, елімізді бермейміз. Аттан! Алыстым, жылыстым, тартыстым.
айтыстым. Желіп жетпеткен көңілім, су сепкендей басылды. Көре-көре, көсем болдым. Сөйлей-сөйлей, шешен болдым. Енді не қылсам қолайлы, не істесем орайы. Өлмек пе, өмір сүрмек пе? Сүрмек болса, ел бағайын ба? Жоқ. Қазақ ел болып жарытпас. Мал бағайын ба? Жоқ. Мал кісілік танытпас. Ғылым бағайын ба? Жоқ. Тілімді қар адам таба алмай, жан тәсілім етерімде қысылармын. Әлде жан бағайын ба? Жоқ. Бағар жанымның ажары азғаны қашан? Базар тозғаны қашан? Ең алдымен ел кетті. Ел кетті де еңіретті. Елменен бірге етене, құрметпенен сый кетті. Кеткен зетпен иба, бұғанамды сындыртып, қабырғамды күйретті. Құр кетпеді. Кеткендерінен қапыл қарияға, ақырет ауыр болса да ақиқаттың жолынан айнымауды үйретті. Қаны қара, жаны жара ақынмын. Енді жаным шығып кетсе де мақұлмын. Келесің, келесің де кетесің. Көргенше тыным таптырмай қудырған бақыт елесің. Алдамшы жарық дүниеге үңілікте, түңілікте болдым шығылса. Мен ішпеген ол қалыма мына бір тірлікте. Өткен күнмен бірге өскен, табандылар жаумен қатты тірескен. Анау тұрған қырқалар да жап-жасыл, менің үлкен аталарым күрескен. Сұрағандар барлығына қанығар, жазылмаған жырларды да жануғар. Топырағын сүйгім келді жаталап, мұнда қайсар аталардың қаны бар. Тарихи деректерге сүйенсек, Ұлы Отан соғысының Майдан даласына әрбір 5-ші қазақстандық аттанған. Қазақстанда 12 атқыштар, 4 кавалериялық дивизия, 7 бригада және 50 полк жасақталған. Сонымен қатар Қазақстанға 220 завод пен фабрика көшірілген. Жауға қарсы атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстанда құйылған. Қазақ халқы майданға киім мен азық-түлік келген 1,5 мың вагон жіберген. Сонымен қатар қазақстандықтар майдан үшін 4 миллиард 700 миллион рубль қаражат жинап, майдан үшін 150 мың бас жылқы жөнелтті. Ұлы Отан соғысында 528 қазақстандық Кеңес одағының батыры, 110 мың қазақстандық Даңқ орденінің иегері болды. Ал Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұловалар батыр атағын иеленген қазақтың қайсар қыздары. Сол соғыста 2 мәрте Кеңес одағының батыры болған қазақ солдаты ол Талғат Бигелдинов болатын. Бағынған ел заңына жұмыр қалам, сондықтан күннен жерім суынбаған. Қоғамның сан саласын реттейтін әрбір заң ата заңнан туындаған. Нұр шашқан жас ұрпақтың ұғымына, тікелей әсер еткен ғұмырына, айналды ата заңым мызғымайтын тәуелсіз мемлекеттің тұғырына. Өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға құсы, халық боп қадір тұтып қастерлеген
ата заң азат елдің ар-намысы. Конституция кемелділік көкжиегін кеңітетін құжат. Халқымыз онымен өзінің тағдырын, болашақ асуларын байланыстырады. Конституция негізінде және Конституцияға сүйене отырып, елімізде жүргізілген реформалардың оң нәтижесі ретінде қоғамда тыныштық пен бейбітшілік қалыптасты. 25 жылдық тарихы бар Конституцияға ұқыптылықпен қарау абзал борышымыз. Достар, коронавирус індетіне байланысты баршамыз күрделі кезеңді өткеріп отырмыз. Бірақ бұл уақытша қиындық. Біз рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік халықпыз. Сондықтан бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты бірге еңсереміз деп сенемін. Біз біргеміз. Әлемді төнген індетпен күресу біздің басты парызымыз. Біз ерікті жастар осы жолда аянбай жұмыс жасауды меже тұттық. Әлемге төнген тажалмен күресте алдыңғы шепте біздің дәрігерлеріміз жүрді. Олардың еңбегі ерекше. Олай болса, осы жандардың рухын көтеріп, бір ән орындасақ қайтеді? Дұрыс, мен қолдаймын. Кеттіге шеше. жеңіп шығары сөзсіз. Дұрыс айтасың, ең бастысы елдің бірлігі. Бірлік бар жерде тірлік бар. Олай болса біз біргеміз. Болашаққа сеніммен қараймыз, мақсат айқын бағытта, қызметіміз халыққа, кезіміз шығуда ешбір жалаққа. Мақсат айқын бағытта, қызметіміз
жасау жалғыз ғана мұрадым. Күн күлімдеп тұратын, ай оңнан туатын, мәңгілік елменің жаңа бір атым. Күн күлімдеп тұратын, ай оңнан туатын, мәңгілік елменің жаңа бір атым. Біздің елге доса біреу атпасын, босағаннан басын иіп аттасын. Достық пиғыл бірлікпен, ынтымақты тірлікпен, нығыздайын мәңгілік ел қақпасын. Достық пиғыл бірлікпен, ынтымақты тірлікпен, нығыздайын мәңгілік ел қақпасын. Аман болсын Қазақстан бұл елім, аман болсын қасиетті сүрелім. Елбасы берген бағасын, сырын аштың ағасын, қастерлейін қасиетті жүрелім. Елбасы берген бағасын, сырын аштың ағасын, қастерлейін қасиетті жүрелім.